Саран қаласында үздік дене тәрбиесі оқытушысы 2021 облыстық байқау өтті. Оған өңірдегі дене шынықтыру пәні мұғалімдері онлайн негізде қатысып, 4 кезеңдік сайыста үздіктер анықталды. Үздік дене тәрбиесі оқытушысы 2021 облыстық байқауын Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжі осымен екінші рет ұйымдастырып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған сайысқа биыл 20-ға жуық мұғалім қатысқан. Оның ішінде басым бөлігі Теміртау, Жезқазған, Балқаш қалалары мен аудан педагогтері. Конкурса в онлайн режим. Шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтарды анықтау және олардың таландыру онлайн негізде өтуде. Байқауға дене тәрбиесі пәнінің тек колледж оқытушылары ғана қатысты. Дене тәрбиесі мамандары мен жастардың біліктілігін арттырып, педагогикалық шеберлігін шыңдау мақсатында өз кәсібіне деген сүйіспеншілігін оятуды көздеді. Байқау 4 кезең бойынша өткізілді. Алғашқы 2 айналымда мен білікті маманмын деген бағытпен мұғалімдер кәсіби тәжірибесін ауызша шығармашылық тұрғыдан таныстырды, бейне сабақтарды конспектімен ұсынды. Ал шешуші соңғы 2 кезеңде қатысушылар менің білімім және конкурсқа қатысушының жеке портфолиосы бойынша тестілеуден өтті. Әрбір жыл сайын бұл дене тәрбиесі пәні мұғалімдері бір-біріменен тәжірибе алмасын, білімдерін шыңдасын, өздерінің ашық сабақтарының сабаққа жаңағындай қызығушылықтарын, студенттердің қызығушылықтарын арттыру, практика, портфолио, дене тәрбиесі және спорт мұғалімдеріне арнап өткізіп отырмыз. Биылғы оқу жылында бізге басқа колледждардан 18 сұраныс түсті. Жеңімпаздарды бағалау талаптары ішінде ұсынған жұмыстарының дәйектілігі, кәсіби қызмет динамикасы мен материалдың жан-жақты болуы, оқытушының сауаттылығы негізге алынған. Байқау соңында үздік танылған педагогтерге арнайы диплом және кубок пен үздік дене тәрбиесі оқытушысы белгісі берілді. Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаббасов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.